Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі пайдалы салатты бірге жасаймыз. Бізге керек заттар: пекин қырыққабаты, қияр, редиска, сарымсақ, жасыл бұршақ, жұмыртқа және де болгар бұрышы. Ең алдымен осы пекин қырыққабатының жартысын бөліп аламыз. Осы жартысы бізге жетеді. Және де оны майдалап, ұсақтап бөліктерге бөліп аламыз. Осы пекин қырыққабаты өте пайдалы, ағзаға С дәрумені бар ішінде. Және де жаңдай пищевой волокна бар, ол адамның жаңдай асқазанында әртүрлі токсиндерден тазартады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің балаларыма бұл салат өте қатты ұнайды және қайта жасауды сұрайды. Міне туралған қырыққабатты осылай ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен енді қиярымызды екіге бөліп, ортасынан жартылай домалақ етіп, жұқа етіп турап аламыз. Туралған қиярымызды жаңағыдай қырыққабаттың үстіне саламыз. Ендігі кезекте болгар бұрышын жұқа салам кетіп турап аламыз. Болгар бұрышынан соң осы редискамызды да дәл қияр секілді жартылай домалақтап, жұқалап турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жұқалап турасаңыздар, жаңдай тұзы сіңіп әдемі болып шығады. Сонан соң екі жұмыртқамызды осылай жұқалап, салом кетіп турап, оны да салатымызға қосамыз. Менде бұл жерде видеоға түспей қалыпты. Одан кейін екі тісше сарымсақты осылай теркіден өткізіп алдым. Немесе сіздер жаңдай сарымсақты езгіштен өткізсеңіздер де болады. Ендігі кезекте жасыл бұршағымызды саламыз. Және де кішкене тұз сеуіп, майонезімізді қосып, салатымызды енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай көп уақыт алмайды. Қазіргі көктем кезінде дәруменге өте бай әрі пайдалы, сондай-ақ өте дәмді болып шығады бұл салат. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің балаларымның бұл ең сүйікті салаты. Және күніге жасап беруімді сұрайды. Бұл жерде жаңдай заттарды, әртүрлі басқа заттарды қосып жасай берсеңіздер болады. Мысалы, жасыл бұршақтың орнына жүгері қоссаңыздар консервідегі, және басқа да қызанақ қоссаңыздар да, бұл салат өте түрленіп, дәмі түрлене түсіп әдемі бола береді. Ең бастысы бұл жерде пекин қырыққабаты, ол өйткені өте сочный, жегенге пайдалы, балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де өз жақындарыңызбен әлеуметтік желілерде де бөлісуді ұмытпаңыздар.